Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, сіздерге күшті жаңалығым бар. Енді 1688 сайтында біз Қазақстан картасымен төлем жасай аламыз. Бірақ 1688 сайтында кейбір товарларды алған кезде картамен төлем жасау батырмасы шықпайды деп айтып жатыр кейбір адамдар. Мен 1688 сайтымен товарларға заказ бергенде барлығынан да сол Қазақстан картасымен төлем жасау батырмасы менде шықты. 3% комиссия ұстайды. Бағаларын комиссиямен бірге салыстырып қарап көрсеңіз болады. Басқа сайттармен кейде Pinduoduo, Taobao сайтында болмаған товарлар осы 1688 сайтынан табылады. Мысалы, мына қалың носкидің 5 штугын мен Pinduoduo сайтынан 950 теңгеге алдым, ал мына 1688 сайтында осы 5 пар носки негізгі бағасы 10,50 юань, 716 теңге деп тұр. Еще ішкі доставка 3,5 юань қосылып отыр. 1688 сайтында кейбір товарларда каргоға дейін ішкі доставкасы болады. Бірақ кейбір товарларда ішкі доставка болмауы мүмкін. И сонымен бізде доставкасымен бірге 14 юанға шықты, 956 теңге. Қазір мен осы носкиді корзинаға салдым. Қазір Қазақстан картасымен қалай төлем жасауды көрсетемін. Қазір мына жерге птичка қойып алайын. Сосын мына астындағы оранжевый батырманы басамыз. Сосын мына жерде мына Alipay'дың значогы бар, мына батырманы басамыз. Келесі мына астындағы юань деген белгісі бар, мына екінші батырманы басамыз. Осылай ашылады. Әрі қарай мына картаның белгісі бар, мына ортасындағы батырманы басамыз. Қазір ашылады, кішкене күте тұрамыз. Ашылды. Енді мына жерге біз Қазақстан картамызды толтыруымыз керек. Мен Каспий Голд картамды толтырдым. Мына біріншісіне төлем картамыздағы 16 санды теріп жазамыз. Мына екіншісіне картаның бітетін срогын жазамыз. Ал мына жерге картамыздың артындағы 3 сандық кодты жазамыз. Ал мына жерге дәл картадағыдай аты жөнімізді жазамыз. Бәрін толтырып болғасын мына оранжевый батырманы басамыз. Мінеки болды, осылай картамыз тіркеледі. Қазір мына жерде птичка Alipay'да тұр. Егер картамен төлейтін болсақ, міндетті түрде осы птичканы мына картаның қапталына қоюымыз керек. Так, біз птичканы қойдық, енді мына оранжевый батырманы басамыз. Кішкене күтеміз, сәл ұзақтау болуы мүмкін. Мінеки біздің виза картамыздан төлем қабылданып жатыр. Мінеки жаңағы тіркеген Каспий Голд картамыздан төлем қабылданды. Каспий Голдтан уведомление келіп тұр. Қазір личный кабинетке өтеміз. Қазір мына жерде сразу шықпауы мүмкін. Астына қарай бір тартып обновление жасап жібереміз. Мінеки шықты, жаңағы төлем жасаған товарымыз. Достар, видео ұнаса видеоға лайк басып, менің осы YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менің осы YouTube каналында Қытай сайттарына байланысты пайдалы тегін ақпарат көп.